Ассалаумағалейкум қадірменді достар, бүгін сіздерге эмульсия, краска, лак сияқты сондай сұйық заттарды шашуға арналған агрегаттарды таныстырамыз және шашылған лифкасты немесе жағылған лифкасты гладты қыруға арналған дәл осындай қыру аппараты тегістегіш шлифовка жасайтын осы аппаратты таныстырамыз. Оның қандай түрлері бар, қанша мүмкіндігі бар, соның барлығын Арман бауырымыз бізге түсіндіріп береді. Енді Арман айтсаң, мына құрылғылар қандай қызмет атқарады? Бұл құрылғымыз 595 деген аппарат. 595 аппарат жаңағы эмульсия, краска, жаңағы лак дедіңіз ғой, сондайларға арналған. Минутына қанша краска, эмульсияны шашалады? Бұл екеуі де екі агрегатты бірін-біріне ұқсайды, негізі ұқсас. Екеуі де жаңағы минутына 12-10 литр эмульсия шашуға болады онымен. Бұлардың шлангысы 15 метрдан жаңағы 30-45 метрға дейін шланг жалғап жұмыс істеуге болады. Мына аппарат осы жерде тұрса, 45 метр жердегі бөлмені осы шланглардың көмегімен ұзартып шашаламыз, күші жетеді. Шашаламыз. Жақсы. Бір айта кетсек, жаңағы басында сап болсын, сізге қандай краскаға байланысты алып аласыздар, жаңағы басында сап болсын, жұмыс істей бересіз. Құрметті көрермендер, дәл осы аппаратқа байланысты толық ақпарат тағы да алғыңыз келсе, осы мастерлардың телефон номерін, сайттарының сілтемесін қоямын, сол жерге барып хабарласуларыңызға болады. Енді сіздерге таныстырғымыз келетін тағы бір аппараттың түрі бар. Міне, бұл финиш, глад, лифкас жағылған қабырғаларды осының көмегімен тегістей аламыз. Тегістегіш қой енді бұл. 4,5 килограмм, иә. Бұл өте ыңғайлы. Мұнда топқа қосасыз, 220. Мына жерінде қосатын кезде 6 уровень дейді ғой, жаңағы уровеньдары бар. Ол уровеньне байланысты мына жақ басы тез жұмыс істейді, ақырын жұмыс істеуіне байланысты. Енді өзінде бұл шлейф машинкада өзінің освещениесі бар. Міне көрсете кетейін. Қабырғада қай жер ойылды, қай жер дұрыс алынбады, сонымен диодты освещениемен көруге болады. Біріншіден міне жарық қосылады. Өзіңіз білесіз қалай жұмыс істеу керек екенін, ойылып жерген жерді аласыз. Қосып көріңізші қазір осы тұста. Мына жерде айта кетейін, мұнда өзінде арнайы өзінің шам сорғышы бар. Жаңағы үстіңіз тап-таза болып, осындай жұмыспен, осы киіммен де жұмыс істеуге бұл аппаратпен. Қосылған кезде өзінің шанын, өзінің несі қабы бар. Соған жинайды? Осы қапқа жаңағы бүкіл шанын жинайды. Қазір қосып көрсетем, мына жерде жаңағы наждак дейді ғой. Арнайы мысалы номерациялармен наждактар, мына қазір қолымыздағы 180 деген ол жаңағы грубый дейді ғой, грубый қабырғаларды алуға болады. Жақсы, мына біздің қабырғамызда қазір ротбонд жағылған. Осыны ала ма? Осыны алып қойып. Алып қойып, иә. Болды, міне, енді байқасақ, расында шаң шықпайды. Шаңның барлығын мына жаңа жұмыс істеп жатқан кезде мына қапшық ісініп кетті, өзіне жинап жатыр шаңның барлығын. Бір нәрсені ескеру керек. Қазір біз мына егеп жатқан қабырғамыз ротбонд. Білесіздер, ротбондты егемейді. Бұл қарасылақ ретінде жүреді. Оның сыртынан міндетті түрде лифкас дейді ғой. Финиш жағады. Сол кезде барып финиш жағуының себебі білесіздер, ол жұмсақ, өте өгіліп тұрады, ұн сияқты өгіледі егеген кезде. Мына ротбондты дәл осындай дәрежеде алған мына аппарат фиништің шаңын шығарады ғой. Былайша айтқан кезде өте майдалап, тегістеп қолдануға болады. Енді бұнымен қанша көлемде бір күнде, немесе бір сағатта қанша объемды дейміз ғой, шаршы метрді егеп шығуға болады? Күнде 1200 квадрат алуға болады. Бір адам ба? Бір адам алуға болады. Егер де жаңағы адам шаршап қалмаса, агрегат істен шықпайды. Тек адам ауысып тұру керек. Бәрекелді, 1000 квадрат дегеніміз ол кәдімгі бір ресторанның аумағы ғой. Ал бір үйде істеу үшін жарайды, бір күн дейікші, бір күнді полный егеп шығу үшін мына агрегатпен, мысалы 4 бөлмелі үй дейік, жер үй, 100 шаршы метр, бір күнде істесе, оның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын меніңше. Өте Мына кез келген құм қағаз дейді ғой, жарай бере ме бұған?
Енді мына бір құм қағазы бір 500 квадрат, 400-300 квадратқа жете ма? Иә, жетеді, жарайды. Одан кейін ауыстырып тастаңыз болады. Так, мұны жаңа қолданған жағдайда тегіс ұстап тұру керек, оған ешқандай нагрузка салмайсыз қолыңызға. Жақсы, енді қараңызшы, мынау дөңгелек қой. Енді көп егеген кездегі проблема бұрыштарды қырын түзу шығаруға бола ма? Мынамен қырын алуға болады. Мынандай насадкасы бар. Оны алып тастап болды, бұрышты жасауға болады. Осылай тақалып алады, иә? Осылай тақалып алуға болады. Құрметті достар, көрдіңіздер, өздеріңіз мына төмендегі сілтемеге өтетін болсаңыз, телефон номері және сайттары көрсетілген, сол жерге хабарлассаңыздар, менеджерлер сіздерге аппарат туралы толық ақпарат береді. Егер қаласаңыз, осыны қолданып көремін, мына аппараттарды пайдаланып көрсем, өз көзіммен көрсем дейтін болсаңыздар, көрсетуге де мамандар дайын. Олай болса, төмендегі сілтемеге өтіңізді, толық ақпарат біліңіз. Ал енді біз келесі бағдарламаларымызда тағы да осындай заманауи аппараттарды өздеріңізге таныстырамыз деген ойдамыз. Қазақ Пілсін арнасын бақылай жүріңіздер. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.